Hello, boys and girls. How are you today? Let's start our English lesson. Our theme is daily routine and sports. Бүгінгі сабақтың тақырыбы күн тәртібі және спорт. Now, let's learn new words. Сөздік кітаптерімізді ашып, жаңа сөздерді жазып аламыз. Repeat after me. Volleyball. Volleyball. Волейбол ойыны. Ice hockey. Ice hockey. Шайбалы хоккей. Badminton. 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 Мұнда дыбысы ақырын оқылады. Baseball. 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 Baseball ойыны. Table tennis. Table tennis. Table tennis. Үстел теннисі. Okay, good. So today we will learn how to say time. Біз бүгін сабақта уақытты қалай тұтып керектігін үйренеміз. So look at the blue clock. It's 1:45. Көк түсті сағат нешені білдіреді? Yes, яғни 1-ге 15 минут қалды деген сөз. 15 минут қалды десек, 1:45 дейміз. Next, look at the pink clock. Мұнда 1-ден 15 минут кетті. Демек біз мұнда it's 1:15 деп қолданамыз. Past 1. Мұнда in blue clock 1-ге 15 минут қалды, ал күлгін pink clockта 1-ге 15 минут кетті. Okay, look at the green clock. Мұнда 1:30-ды көрсетіп тұр. Яғни сағаттың жартысы 1:30. It's 1:30 деп қолданамыз. Okay, good. So you can see telling the time. Яғни сағат дәл 12-де тұрса, it is 2 o'clock, it's 3 o'clock. Біз бұны 2-3 үйренгенбіз, біз бұны білеміз, иә? It's 5:00, 5 минут кетті, 10:00, 10 минут кетті, 1:15, 15 минут кетті, 20:00, 20 минут кетті, 25:00, 25 минут кетті, 30:30, 30, яғни жарты, 1:30, for example. It's 25 to белгілі бір сағатқа 25 минут қалды. It's 20 to 1, 1-ге мысалы 20 минут қалды. It's 1:45, 15 минут қалды. It's 10 to 10 минут қалды. It's 5 to 5 минут қалды. Осы кестені жаттап дәптерімізге сызып алсақ, біз сағатты айтуды ағылшын тілінде үйреніп аламыз. And here you can see also сағат неше деп біз қалай сұраймыз? We will ask what time is it? Сағат неше болды? Немесе сағат қанша? What time is it? Жауап бергенде міндетті түрде we will start with word it is. It is деген сөзбен қолданамыз. For example, сағат 8 болды. It's 8 o'clock. 8:20. It's 25 past 8. 8:55. It's 5 to 9. Яғни 9-ға 5 минут қалды. It's so easy. Мұнаны да үйде ақ параққа жазып, қабырғамызға жапсырып қояйық. Немесе дәптерге жазып, дәптерге сақтап, күнде жаттап жүрейік. Okay. Next, let's watch the video. It's 1:45. It's 1:45. It's 1:45. It's 1:15. It's 1:15.
It's 1:15. It's 1:30. It's 1:30. It's 1:30. Volleyball. 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 Badminton. 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 Baseball. 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 Table tennis. Table tennis. Table tennis. Ice hockey. Ice hockey. Ice hockey. It's Okay, good job. This is also video. Look, read and match. Қараймыз, оқимыз және сәйкестендіреміз. Here you can see 6 o'clock. Мұнда біз 6 сағатты көріп тұрмыз. So the question, what time is it? Сағат неше болды? Here you can see answer. It's 3:30. It's 9:45. It's 6:30. It's 7:45. It's 6:15. It's 12:15. Сонымен балалар ойланайық. Қандай жауап қайсына келеді? What do you think? Ал балалар, сәйкестендірейік. Сонымен, where is our pen? Балалар, it's 9:45. Бұл қайсысы болады? Бұл бізде екінші сағат, е? Яғни 10-ға неше минут қалыпты? 15 минут қалды. Next, it's 6:30. 6-да 6:30, яғни 6:30 болды. Бұл бізде төртінші сурет. Next, it's 7:45. 8-ден 15 минут кетті. 8-ге 15 минут қалды. Бұл бізде қайсы болды? Yes, it is 5. Next, it's 6:15. 6-дан 15 минут кетті. Бұл бізде үшінші сурет. It's 12:15. 12-ден 15 минут кетті. Бұл бізде алтыншы сурет. Okay, good job. And now let's learn adverbs of frequency. Here you can see 3 adverbs of frequency. Adverbs бұл бізде үстеулер деген сөз. Яғни, if you can see here 3 tick, it means always, әрқашан. Егерде 3 галочка көрсек, бұл бізде әрқашан деген мағынаны білдіреді. If you can see only 1 tick, it means sometimes. Егерде 1 галочка көрсек, онда ол бізде кейде деген мағынаны білдіреді. If you can see never, x-ті көрсек, бұл бізде never, ешқашан деген мағынаны білдіреді. So your home task in your pupil's book on page 71, exercise 19. Алдыңғы мына суретке қарай отырып, осы тапсырманы орындаймыз. So goodbye.